Қайырлы таң достар, барлықтарыңыздың қолдауларыңызға, күшті жылы лебіздеріңізге рахмет. Кейбіреулер шыққаның дұрыс деп жатса, кейбіреулер неге махаббат үшін күреспедіңдер, не үшін ары қарай алып жалғастырмадыңдар, себебі шыңғыстың да көзінен махаббат көрініп тұр, сенің де көзіңнен махаббат көрініп тұр, біреулерін жақсы көріп қалай жіберіп қойдыңдар деген сияқты сұрап жатыр. Шыңғыс еще үміткерін күтеді қалай деген сияқтыны айтып жатыр. Енді бұйырған кетпейді, қуған жетпейді дейді. Егер де шынымен де менің бұйырған адам болатын болса, қандай ситуация болсын, қандай кедергілер болсын, бірге боламыз міндетті түрде. Егер менің адам болатын болсам, мен енді бүгін бір күн демалып жатырмын үйде. Бұйыртсам, дальше өзімнің өмірімді, өзімнің жұмысымды жалғастырамын. Ертеңнен бастап жұмысқа кірісемін. Бүгін бір күн кішкене энергия жинап демалып алайын деген жайым бар. Жандарым, мен барлық бүгінгі эфирді көрдім. Басынан бастап қатысушылардың айтқан сөздерін, қатысушылардың мен сағынғанын барлығын көрдім. Мен де сағындым. Өзімнің қара шаңырағымды, екінші отбасымды, эфирді, студияның барлығын сағындым. Және Шыңғысқа да айтып жатыр ғой, сен қалай үміткер күтіп отырсың деп жерден алып жерге салып жатыр барлығы. Егер де айтады ғой, бұйырған кетпейді, қуған жетпейді деп. Егер де біріміздің адамымыз болатын болса, қандай ситуация болса да біз бірге боламыз. Шынымен. Мен қаладым ол кісінің сол жобада отырып үміткер күткенін. Бәлкім өзінің адамын кездесіп қалар, тауып қалар деген мақсатпен, егер де бұйырып жататын болса, біз міндетті түрде бірге болармыз. Сондықтан жерден алып жерге салудың қажеті жоқ. Мені қолдап жатқандарыңыз адамдар да бар екен, барлықтарына рахмет көп-көп. Сториске өзімнің ішімдегі махаббатымды, сезімді салған болатынмын айтып. Достар, сіздердің қолдауларыңызға барлығына мыңда бір рахмет. Естіп жатырмын. Бір кісі жазып жіберіпті, менің жүрегім ауырып жатыр, сендердің айтысып кеткендеріңе жылап жатырмын, кешелі бері көз жасым тоқтамай жатыр деп. Бүгінгі эфирді көріп, басын көріп, мүлдем жүрегім ауырып жатыр, Шыңғыстың көңіл күйі болмағанын көріп деп айтып жатыр. Өзімнің де жүрегім ауырды шынымен. Сіздердің сыртта отырып жүректеріңіз ауырып жатса, мен кеше қалай жүрегім ауырып қандай состояниеде болғанымды айта алмаймын. Бүгін де эфирді көрдім. Көз жасын тоқтамай көрдім прям. Рахмет қолдауларыңызға, барлығының айтатын үміткер болып бар, күрес, қайттан қосылыңдар деп. Көреді енді, уақыт көрсетеді барлығын. Көре жатармыз. Сол себепті көп рахмет барлықтарыңыздың қолдауларыңызға. Вообще естіліп жатқан жоқ па не даусын? Өте қиын, прям жақсы көрген адамыңды халықтың алдында отырып үміткер күтіп, мен үміткер күтем деп айтқанын есту өте қиын негізі. Қайта қоса алмайым деп отыр дейді. Енді ол кісі халықтың алдында отыр, үміткер күтіп отыр. Бәлкім осылай тоқтау керек болған шығар. Болар іс болды ғой. Достасы Шыңғыспен. Есесің көді ой деді, сені маған досыңды шығар деді, күшенбек пікір айтпайсың ба, сенен басқа бақырып отырған қыз жоқ. Даладан камера тұс. Жаман көрініп жатсыз. Аржан енді қатысушылар екі тарапқа бөлініп жатыр ғой. Біреуі Диананың жақтасы, екіншісі даттап жатыр. Қалай ойлайсың, Диананың кеткен орынды болды ма, әлде Диана қалып Шыңғыс кету керек пе еді? Екеуі де кетпеу керек еді. Ешкім кетпеу керек еді. До конца күресу керек еді. Шынымен Шыңғыс прям мүмкін бір нәрсе жасырып отқан сияқты, мүмкін күреспейтіндей бір жайт болған сияқты. Қыз не жасыра алады? Халықтың алдында отырған қыз нені бүлдіре алады? Бүлдіретіндей бір адамның намысына тиетін ештеңе істеді деп ойламаймын. Енді кеше бір сөздерін айтып кетті ғой, айтылатын, айтылмайтын сөздер. Шыңғыс айтып жатыр да, типа аңдамай айтып қойған шығар деп, жаңа бірлік. Сөйтіп айтып қойған шығар, на самом деле айтатын ештеңе жоқ шығар деп.
шынымен айтатын болса айтпай ма, өзі сұрасын деп айтып отыр ғой. Сол мысалға айтатын нәрсе бар, айтпайтын нәрсе бар. Әрине бұндай әңгімеден кейін бізде сұрақ обязательно туады. Не үшін ол әңгімені айтып отыр? Қаншалықты орында айтатын нәрсе бар, айтпайтын нәрсе бар деп мына жерде отырған 24 қатысушының ұнататын адамы бар деген қаншалықты орында мысалы орынсыз. Сөйтіп халықтың ойына жаңағы осындай ой салып қойып жатыр. Өзін қорғау. Иә, өзін қорғау мақсатында қойған сұраққа жауап бермей, жауапкершіліктен қашу мақсатында сөйтіп айтып тұр да. Мен просто түсінбей тұрмын. Просто мені мынандай нәрсе қинайды да. Қарашы Айжан, мен оны Диана кетті ғой, бірақ ол айтты ғой, мен бұл жерде сезімім бар, бірақ бұл жерде мен отыра алмаймын деді ғой. Мәселе бұда. Сезімі бар екінші адам бұл Шыңғыс. Қалай сезімі бола тұрып жобада отырады, үміткер күтіп, мен түсінбей тұрмын просто. Адамның орнын адам басады дейді, бірақ уақыт демші дейді. Оған көп уақыт керек. Ол бүгін ертең ұмтыла салып үміткер қабылдап. Оған меніңше үміткер келмейді, вообще мен түсініп жатқан жоқпын. Мен негізі именно Шыңғыс пен Диананың тарапында Дианада сезім азырақ, бірақ Шыңғыста көбірек деп ойлайтын. Сол себеппен Шыңғыс мне кажется ұзақ отырмайтын сияқты. Үміткер күте алмайды. Қазір ашумен айтуы да мүмкін да, ол может эмоциямен жаңағындай. Негізі сезім бар. Үміткер келгеннің өзінде құр басқа уақыттарын құртады. Сенің ойыңша қалай? Кеше Диана кеткен орынды болды ма, әлде Диана қалып Шыңғыс кету керек пе еді? Екеуі де. Мен вообще түсінбеймін, қатысушылар сезімдері бар болса да отырады, үміткер күтеді, түсініксіз. Дианаға кеше айтқан өзін сезімге тұрақсыз қыз сияқтысың деп. Кеткенде орынды болған шығар, кетсе де бір белгілі бір. Демек сенің ойыңша да Шыңғыстың больше сезім бар, Дианада аз деген келіп тұр ма? Дианада аз болғанда сол сезімге тұрақсыз болған қиын ғой негізінде. Әр адамға бір сезім ашылып кете береді сияқты ма, білмеймін енді. Өзіне де айтқам кеше. Ал Чинаға келетін болсақ, мына жерде отырғанның өзі орынсыз сияқты, сезім бар болып қалай үміткер күтеді. Қалай мысалға мен қыз болып Чина осылай жақсы көрген қызмен айырылысып кетсе, мен Чинаға ешқашан да үміткер болып келмейтін едім. Оған қандай қыз келеді білмеймін мен мысалы. Өзіңнің не болып жатыр? Қорқыныш. Сейілте алды ма кеше эфирден кейін? Сейілтілген жоқ, себебі кеше эфирдан кейін сөйледік әлі. Демек соңғы кездесу сол той күні болды, одан кейін болған жоқ. Иә. Алдында ғана ойбай құрбым менің маған осылай айтты деп стористе кәдімгі ренішіңді айтып жатыр еді. Қазір құрбың үшін кәдімгі жаның ашып отқан сияқты. Иә, ол кішкентай ғана болмайтын затқа ренжісіп қалғанымыз бар, бірақ татуласып алды. Мен білесіздер ғой, кішкене ашуланады, потом ренішім тарайды. Қазір Шыңғыстан не естігілерің келіп отыр? Диананы чтобы халықтың алдына қорғап алғандарын ба, әлде қалай? Иә, қорғап алғандарын, просто бұл жақта Диананың тарапына көп негативтер кетіп жатыр да. Ал Чинаның тарапына ондай негатив кетіп жатқан жоқ. Жобадан кеткеніне бола сондай негативтер кетіп жатыр ма, әлде сезімі толық ашылмағанына ма? Сезімі толық ашылмаған жоқ, бұған емес, жобадан кеткеніне. Бәрібір екеуі бір-бірін жақсы көреді. Демек сенің ойыңша Диана қалып Шыңғыс кету керек еді? Екеуі де отыру керек еді. Ешкім кетпеу керек. Енді таныстық тоқтағаннан кейін бұл жерде Диана отыра алмады. Енді таныстық тоқтады, сезім болды, тоқтады деген сөз емес қой. Сезім бола тұрып қалай үміткер күтеді? Бір-біріне қырсығып тұрады бәрібір де. Қиын болды.